Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін сіздермен бірге жұмыртқадан бөрек жасайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қарап, лайк басып тіркеле отырыңыздар. Оның үстіне тұз салып, бір жұмыртқа салып, сумен қамыр илейміз. Қамырымызды сәл қаттылау қылып илегеніміз дұрыс. Бұл жұмыртқа бөректі түскі асқа дайындасаңыздар болады. Өте керемет тамақ болады. Құрамына керек заттарды сілтемеге жазып қалдырамын. Міне қамырымызды илеп болдық. Енді оны кішкене тындырып қоямыз. 5-10 минут тындырып қойсаңыздар жетеді. Қамырымыз тынып тұрам дегенше енді жұмыртқаларды шағып, оның үстіне қанша жұмыртқа салсаңыздар, сонша қасықпен май құямыз. Тұз саламыз. Мысалға 5 жұмыртқа салып жасайтын болсаңыздар, 5 қасық сұйық май құямыз. 5 қасық сүт құюға болады. Негізі мен сүт құймай жасадым. Енді қамырымызды қайтадан мұжғылап, тағы да 2 бөлікке бөліп, кішкене уақыт тындырып қоямын. Енді қамырымызды тынып болғасын алып жаямыз. Тынып тұрған қамыр өте жақсы жайылады. Қамырымызды орташа жайып алдық. Тым жұқа емес, тым қалың емес. Енді оны үйдегі горох банканың ыдысымен мен осылай кесіп алдым. Енді оны видеодағыдай етіп жабыстырып шығамын. Ортасын кішкене ашып қоямын. Екіншісін де қайталап көріп алыңыздар. Болмаса бір жағынан қалдырып жасап қоюға да болады. Видеодағыдай қайталап көріп жасасаңыздар, өзіңізге қайсысы ыңғайлы, солай жасасаңыздар болады. Ол аралықта қазанымызды қайнатып, оған бір қасық тұз салып, енді оның үстіне жұмыртқамызды қамырдың ішіне осылай құйып, қайнап тұрған қазанға саламыз. Не осылай жасап, бір 5-7 минут аралығында қайнатсақ, өте өзі піскесін бетіне қалқып шығады. Өте керемет тамақ. Бұны сметанамен немесе айранмен ұсынуға болады. Балалар сүйсініп жейтін тамақ. Жасап көрсеңіздер болады. Құрметті көрермендер, менің каналымның дамуына өз үлестеріңізді қосып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Видеоның соңына дейін қарағандарыңыз үшін көп рахмет.